Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін шоколадты профитролиді жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі дастарханда ерекше әдемі көрінеді, сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызға керек заттың барлығын дайындап аламыз. Ұнымыз бен какаомызды електен өткізіп араластырамыз. Сотейнигімізге майымызды, қантымызды, шым-шым тұзымызды және суымызды құйып, ортадан сәл төмен отқа қоямыз. Үнемі араластырып отырамыз. Майымыз бен қантымыз ериді. Одан кейін массамыздың қайнағанын күтеміз. Осылай қайнай бастаған кезде құрғақ ингредиенттің барлығын бірден салып, жақсылап түйіршіктеліп қалмайтындай етіп араластырамыз. Қамырымыздың барлық артық суы тартылып біріккенше араластырамыз. Шамамен осындай болуы керек. Содан кейін алып басқа ыдысқа саламыз. Енді бізге осы массамызды 5-6 минут шамасында суыту қажет. Қамырымыз суыды. Енді біз жұмыртқаларымызды бір-бірден қосып, жақсылап әр қосқан сайын араластырып отырамыз. Бізде бірінші жұмыртқамызды қостық. Енді қамырымызды жақсылап араластырамыз. Бұл рецептке шамамен 4-5 жұмыртқа кетеді. Менде 4 жұмыртқа кетті. Кей кезде болады 5 жұмыртқа немесе 4,5 жұмыртқа да кетуі мүмкін. 4 жұмыртқаны қосып болғаннан кейін массаның құрамына қарау қажет. Бізде лопаткадан сәл сырғанайтындай масса болуы қажет. Егер 4 жұмыртқадан кейін де қамырыңыз қою болып тұратын болса, 5-ші жұмыртқаның барлығын бірден қосып жібермейсіз. Бір ыдысқа жарып, араластырып, шетінен өзіңізге керек масса шыққанша қосып араластырып отырасыз. Міне бізде шамамен осы видеодағындай консистенция шығуы қажет. Енді алдын ала дайындап алған насаткамыз бен кондитерлік қапшығымызға қамырымызды саламыз. Пергамент қағазы төселген противеньге видеодағыдай сығып шығамыз. градус қызып тұрған пеште 20 минут, одан кейін 160 градусқа азайтып, тағы да 15 минут пісіріп аламыз. Біздің профитролиларымыз пісіп шықты. Енді толықтай суытамыз. Біреуін бөліп сіздерге көрсетейін. Іші профитролидің осындай бос болып шығады. Қазір осының ішін креммен толтыратын боламыз. Профитролиларымыз суығаннан кейін сушидің таяғымен немесе шпажкамен осылай астын тесіп шығамыз. Кремін жасау үшін творожный сырымызды, кілегейімізді және қант ұнтағын барлығын қосып, миксердің ақырын жылдамдығымен қоюланғанша араластырамыз. Ең бастысы сырыңыз бен кілегейіңіз өте суық болуы қажет. Қоюланған бетте миксерімізді тоқтатамыз. Егер көп миксерлей берсеңіз, креміңіз сұйылып кетеді. Енді осындай кішірек насаткаға құйып аламыз кремімізді және де барлық профитролиларымызды креммен толықтырып шығамыз. Менде жаңағы противеньмен 2 противень шықты. Яғни осындай көлемде жасайтын болсаңыз, бізде шамамен 35-37 данадай профитроли шығады. Кремдеп болғаннан кейін қант ұнтағымен әрлейміз. 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып қойсаңыз болады. Осымен біздің шоколадты профитролиларымыз дайын. Балмұздақ тәріздес өте дәмді болып шығады және де дастарханымызда өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.